Бірінші сүт пісіру үшін мынандай кастрөлімізді майлап аламын. Түбін аздап сары маймен майлауға болады, немесе өсімдік маймен кішкене майлап жіберуге болады. Аздап түбіне майлап аламын. Өйстіп. Негізгі кез келген кастрөлді жаңағы сүтіміз жабысып қалмау үшін құрғатып, жуып, сүртіп үшін осылай түбіне май жағып жіберсеңіздер, сүт жабыспай, түбі күймей піседі. Өстіп бірінші майлап алам. Мен тортасынан айырылған сары маймен майлап жатырмын. Енді сүтімді құямын. Астын жағамын. Орташа деңгейдегі отта. Мінекей 1 литр. 1 литр сүтті құйдым. Қазір осыны пісіретін боламын. Тез қайнап пісуі үшін сүттің бетін жауып қоюға болады. Немесе жаппай ашық пісіруге де болады. Мінекей сүтіміз пісіп жатыр. Қасынан кетпейміз. Алысқа ұзамай, осылай қасында отырып пісіреміз. Мінекей сүтім уже қайнап жатыр. Кішкене осылай былғап аламыз. Кішкене осылай қайнатып аламын. Бұрында кішкентай кезімізде өйстіп сүтті далаға тағы қазан ошаққа пісіргенде өйстіп сапырып алған дұрыс деп айтатын. Мінекей қайнатып алдық. Енді суытуға қоямыз сүтімізді.
мінекей сүтім әбден суыды. Әбден суыттым. Суытқанда примерно 40 градустай температурадағы апару керек. Қолды аздап күйдіру керек. Аздап қана. Мұндай қатты емес. Мысалы, татып қарағанда аздап ысқылтымдау. Ондай қатты ыссы болмау керек. 40 градустай болу керек. Температурасы. Содан мен айран ету үшін мынандай президент қаймағын қолданамын. 25%. Кез келген қаймақты қолдануға болады. Снежок қолдануға болады, мысалы, айстың. Осы президент қолдануға болады. Түрлі қаймақтарды қолдануға болады. Бір ас қасық қаймақты салдым. Мынау екінші ас қасық қаймағым. Екі ас қасық қаймағымды салдым. Екі сүттен алып, қаймағымды езіп аламын. Сұйылтып ездім. Неге? Қаймағымды ездім әбден. Енді сүтіме құятын болам. Жақсылап өстіп араластырып, бетін жауып, жылы жерге қоямыз. 5 сағатқа бірінші қоямыз. Менде мынандай холодильник сөмке бар. Көрсетейін. Мынандай холодильник сөмкеге салып үйтамын. Мындай сөмке. Жолда жүруге арналған холодильник сөмке. Соның ішіне осылай матамызды, жылы орақшымызды саламыз. Осылай ұйтқымызды қоямыз. Бетінен жақсылап жауып, бетін осылай жақсылап жауып, баклажкамен ыссы су құйып қоямын. Краннан алам, аздап ысқылтым қылып су құям. Ысқылтымды қылып су құям қасына. Жаңағы сосын екеуін жауып қоям. Осы жаңа айран ұйтқанды жаңа қоятын. Мысалы, банкіге үйтсақ та, немесе басқа бір ыдыстарға үйтсақ та, қасына осылай баклажкамен су құйып қоямыз. Ысқылтым су. Жаңағы мына іште тұрған заттың температурасын бір қалыпты ұстап тұру үшін. Банкіге де үйтуға болады, кастрөлге де үйтуға болады.
немесе мынандай қасына суды банкіге құйып осылай құйып қоюға болады. Осылай су құйып қоямын ұйытқанда. Оны көрпеге де орауға болады. Мүмкіндай сумка болмай жатырған жағдайда көрпеге жаңағы ыдысымыз, ұйытатын банкымызды салып, қасына осындай банкалашкаға ысқылтым су құйып, бетін жауып, жаңа жылы жерге орап тастауға болады көрпемен. Жылы жерге балалар қақып кетпейтін, балалардың қолы жетпейтін жерге қоямыз. Осылай бетін жауып. Осылай жылы жерге қоямын. Асты жылы болу керек. Астына кішкене көрпе төсеп, жұқа көрпеше төсеп жүруге болады. Жылы жерге қоямыз енді. 5 сағатқа. Мінекей 5 сағат уақыт өтті. Қазір айранымды шығарып көрсетем. Мынандай болып үйді. Бес сағаттан кейін мынандай болып үйді. Неге осылай ойды. Араластырып. Көк суы ештеңесі шыққан жоқ. Кәдімгі аппақ дүкеннің айраны сияқты айран шығады. Осындай болып әбден үйеді. Жалпы айранды осындай мен әйнек ыдысқа ұйытамын, немесе әйнек банкілерге де ұйытуға болады. Сырлы ыдысқа, сыры ұшпаған сырлы ыдысқа ұйытқан дұрыс деп. Сондай ыдыстарға өзім жалпы ұйытамын. Қазір салып қоямын, кешкі уақыт, қазір сағат 10. Таңертең мен бастап айранды қолданамыз, тұтынамыз. Таңертеңнен бастап ішуге беремін. Қазір